Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен чизкейк сникерс тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен печеньемізді блендердан езіп аламыз. Үстіне какао және сары майды ерітіп құямыз. Осылайша қамырымызды дайындап, формамызға жайғастырамыз. Салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Салмамызға сүзбе, сливки, шекер, жұмыртқа керек болады. Осылардың бәрін миксермен емес, лопаткамен араластырасыздар, немесе венчикпен. Жайғастырып, духовкада пісіреміз. Енді карамелімізге шекерді өзі еріменше араластырмайсыздар, ерігеннен кейін ғана араластырасыздар. Сары майды салып араластырамыз, кішкене ғана тұз саламыз. Одан кейін ысып тұрған сливкиді салып, өзі араласады бірінші, содан кейін ғана сіздер араластырасыздар. Мінекей, карамель дайын. Үстіне арахис қоямыз. Одан кейін барып карамельді қойып, тегістейміз. Мінекей, сникерс тәттісі дайын. Ас болсын, дайындап